Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы жаңа сабақ мәтін тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші жаттығу. Санамақты тыңда. Мазмұнын қимылмен көрсет. Саусақ жаттығулары. 1, 2, 3 деп жұмайық. Қалсын ептеп тыңайып. Саусақтарым салалы, өнерпазға лайық. Оңға солға иейік, жұдырық қып түйейік. Биші күйші болуға тұр саусағым сұранып. Ала қанды ашайық, көкке шашу шашайық. Қимылдатып аспанда жаттығулар жасайық. Бұл өлеңнің авторы Болат Үсенбаев. Болат Үсенбаев 1955 жылы Қытай Халық Республикасының Құлжа қаласында туған. Ақжелкен, Балдырған журналдарында қызмет еткен, бірнеше жыр жинақтарының авторы. Ал балалар, енді өлеңнің мазмұнына назар аударайық. Бұл жерде саусақ жаттығулар, яғни бізге санамақ берілген. Біз санауды білеміз. Біз қолымызды санамақ арқылы жұмыс жасатсақ, ол бізге әрі жаттау, әрі жаттығу. Қане олай болса, сендерге ұстаздарың оқып беріп, қимылын сендер жасаңдар. Өздерің көрсетіп, санамақтың қимылын қалай жасауды үйреніңдер. Балалар, сендер қандай санамақ түрлерін білесіңдер? Оқулықта тағы бір санамақ түрі беріліпті. Олай болса, екінші жаттығуда берілген санамақты жатқа жазып, қазір мен сендерге оқып берейін. 1 дегенім білім, 4 пен 5-ке ілін, 2 дегенім еңбек, еңбек етсең өнбек. Бұл өлеңнің авторы Нұрлан Қалқа. Балалар, мына санамақты жаттап алайық және әдемі етіп көркем жазайық. Үшінші жаттығу. Адамның көңіл күйі жүзінен білініп тұрады. Оны неден байқауға болады деп ойлайсың? Қуанған кезде түрің қандай болатынын көрсет. Ал ренжігенде қандай болады? Суреттегі балалардың көңіл күйі қандай? Соны ишарамен білдір. Қане балалар, кітаптағы суретке қарайықшы. Айгүл қандай көңіл күйде тұр? Дұрыс, қуанып тұр. Ал Мәди таңданып тұр. Зәуре ойланып тұр. Кемел ашуланып тұр. Інжу жылап тұр. Әлихан ызаланып, ашуланып тұр екен. Балалар, мен сендерге мынандай тапсырма берейінші. Мен бақыттымын деген сөзді көңілді, қуанған кезде, ренжіген кезде қалай айтылу керегін айтып беріңдерші. Мысалы, Айгүл, мен бақыттымын. Ал енді Мәди, мен бақыттымын. Ал Зәуре, мен бақыттымын. Кемел, мен бақыттымын. Інжу, мен бақыттымын. Әлихан, мен бақыттымын. Балалар, біз түрлі көңіл күйде айтып шықтық. Өздерің осындай кез келген сөзді алып, достарыңмен жасап көріңдер. Қуанған, күлген, ашуланған түрде қызықты болады. Дәптерімізде санамақты балалардың атын қойып, жалғастырып жаз деген тапсырма беріліпті. Мысалы, керекті сөздер астында тұр, соны әріптерге байланысты қойып шығамыз. 1 дегенім бір жан, 2 дегенім ел жан, 3 дегенім үміт, 4 дегенім тел жан, 5 дегенім бек жан. Осылай тапсырмаларды орындаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.